Қайырлы күн достар, бүгінгі сабағымызда біз қызық ойын ойнаймыз. Что, где, когда. Шынды айтсам жарайды, мен қатты интрига беріп тастаған сияқты ойын болмайды, просто бір күшті ойынды еске түсірейін дегем. Что, где, когда деген мүмкін естуіңіз бар шығар. Бұл кезінде Ресейді, Қазақстанды біраз шулатып жарған ойын. Біз бұл ойынды қашан еске түсіреміз? Жалпы факты сұраған кезде, что, где, когда, почему, зачем и как дегенде. Мысалы, не, қайда? Біз факты білгіміз келетін кезде, әрқашанда бізде миымызда дайын сұрақтардың тізімі тұрады. Мысалы, что, где, когда деген. Ағылшын тілінде де дәл сондай осындай сұрақтардың тізімі бар. Олардың бір ерекше есте сақтауға оңай атауы бар. Ол қандай атау? Қазір өздерің ол атауды тауып көріңдерші. Мысалы, мына мысалдарға қарап. What is your name? Сенің есімің кім? What is your favorite food? Сенің сүйікті тағамың не? Where do you live? Сен қай жерде тұрасың? How old are you? Сен нешедесің? Who is your best friend? Сенің ең жақсы досың кім? Қандай ұқсастық байқап тұрсыздар осы сұрақтарда? What, where, how, who? Мен бәрінде емес, бірақ төртеуінде как минимум бір ұқсас жерім байқап тұрып. Олардың қандай әріптерден басталатыны. Олардың барлығы екі бір белгілі әріптен басталады. WH. Сол үшін осындай сұрақтар, факт іздейтін сұрақтардың тізімі, олар бірнеше WH questions деп аталады. Немесе олардың басқаша атауы special questions. Special себебі ішінде how бар, how деген ол WH емес қой. Осы how-ды кішкене давай қосайық деп special questions деген атауы бар. Special questions арнайы сұрақтар. WH questions мағынасы дәл сондай. WH questions жетеу, сендер білу керек. What, не, who, кім, when, қашан, where, қайда, why, неліктен, неге, how, қалай, how long, қаншалықты ұзақ, қанша уақыт алады. Және осыларға әртүрлі қосымша сөздер қосылуы мүмкін. Мысалы, мына зат қанша тұрады десе, біз how much дейміз ғой, қанша және much ол өлшемін көрсетеді, кез келген затты. Немесе, мысалы, how long, how much time. Немесе what color деп сұрау мүмкін. Қай түс? Оған сөз қосылуы мүмкін, бірақ осы жеті сұрақ бұл основа, осының негізі. Енді әрқайсысын қай кезде қолданатын мүмкін білетін шығарсыз, білмесеңіз, на всякий случай бір рет қайталап өтейік. When дегенде біз уақыт туралы сұрақ қойған кезде қолданамыз. When, when is your birthday? Сенің туған күнің қашан? Why деген себеп сұраған кезде. Why are you late? Неге кеш келдің бүгін? Мысалы, сұрақ қойған кезде, біз белгілі бір таңдаулардың арасында бір нұсқаны таңдауға ұсыныс береміз. Мысалы, which color is your favorite? Қай түс сенің сүйіктің? Which color is your favorite? Ондай кезде which дегенді қолданамыз. Whom, адамдар туралы сұрақ қойған кезде, whom did you talk to last night? Сен кеше түнде кіммен сөйлестің? Whom talk to? Ағылшын тілінде whom дегеннің тікелей аудармасы кому, кімге сөйлестің. Бірақ қазақша кімге сөйлестің деп айтпаймыз ғой, кіммен. Бірақ мағынасы бағытты береді. What, ақпаратты білгіміз келген кезде, нақты факты. What time is it now? Қазір сағат қанша? Where, орынды білгіміз келетін кезде, мысалы, where do you live? Where is Almaty located in Kazakhstan? Whose, кімдікі бір заттың тәуелділігін нақтылау үшін, мысалы, whose mouse is this? Кімнің тінтуірі? Who, адамдар туралы сұрағанда, мысалы, who is the president of Kazakhstan? Қазақстанның қазіргі президенті кім? Және how, біз қалай, сұрақтар жалпы процестердің қалай өтіп жатқанын білгіміз келсе, how деп сұраймыз. Мысалы, how is this lesson today? Бүгінгі сабағымыз қалай? Ұнап жатса, онда бізге жазыңыз. Енді, достар, бұл сұрақтарды қалай құрастыруға болады? Өте оңай. Оның арнайы формуласы бар. Сендерге керегі сұраулы сөз, бағанағы WH question, немесе special question, одан кейін to be етістігі, біз оны керемет өтіп алдық, оғып алдық, және оған керегі бастауыш, қосымша. Мысалы,
Сенің атыңды сұрау үшін мен әрине оны бәріміз білетін шығармыз. What is your name деп сұраймыз. Оны бүйтіп бөлшектерге бөлсек, алғашқы сұраға what, WH question, одан кейін жүретіні to be, сенікін, яғни сенің атыңды сұрап жатқандықтан, сенің атың ол үшінші зат сияқты болып тұр. What is your name деп сұраймыз. Your name ол бастауыш бұл жерде. Басқа мысал, how old are you? Сенің жасың нешеде? How old are you? How old деп сұраймыз. Special question, қаншалықты жас, қаншалықты үлкен. Одан кейін are, неге are? Себебі бізде бастауыш you, мен сенің жасың туралы сұрап отырмын. How old are you? You бастауыш. Осыға дейінгі сұрақта мүмкін мысалы what is your name? Yourға қарап мүмкін are-ды қойғыларың келетін шығар, логика жағынан, бірақ біз бұл жерде бастауыштың өзі name ғой. Name, ол зат. Ат болса да ол үшінші жақта тұратын зат. Сол үшін is your name деп қоямыз. Енді бірнеше мысалдарды қарастырайық. Осы WH questionдармен есте сақталатындай. Who, бағанағы айтқандай, адам туралы сұраған кезде және мысалы, ол адам біз құрастырып жатқан сұраулы сөйлемде маңызды рөл, басты рөлді атқарады. Мысалы, who is that woman? Ана әйел кім? Who is that woman? Who are you phoning? Сен кімге телефон шалып жатсың? Who are you phoning? Where белгілі локацияны білгіміз келетін кезде. Asking in at what place or position. Where do you live? Сен қай жерде тұрасың? Where are my boots? Менің бәтіңкем қайда? Енді уақыт, мезгіл туралы сұрағымыз келсе, when'ді қолданамыз. When can I see you? Сені қашан көре аламын? Келесі рет. When did you last see him? Оны соңғы рет қашан көрдің? When did you last see him? Сұраулы сөйлемде, мысалы біз себепті білгіміз келсе, why деп қоямыз. Why were you late? Неге кешіктің? Немесе why was he late? Неге ол кешікті? Факты білу үшін what? What's the matter? Мысалы не болды? What's the matter деп обычно, мысалы екі адам бір-бірін түсінбей жатса, біреу ызаланып жатса, hey, what's the matter? What do you want? деп қоямыз, сұрақты. What time is it? Сағат неше? How деген ол жалпы, заттың қалай істелінетін, іс-әрекеттің қалай атқарылатынын білу үшін. How does it work? Бұл қалай жұмыс жасайды, мына компьютер? Мен негізі Windows'тан Mac'қа көшкенде біраз қиналып, әлде қиналып жүрмін. Сол үшін how does it work деген сұрақты жиі қоямын. How do you go to school? Сен мектепке қалай барасың? How do you go to school? Which деген ол әрқашанда таңдау туралы сұрақ қойылған кезде қолданылады. Which is better exercise, swimming or tennis? Қай жаттығу жақсырақ, жүзу ме әлде теннис пе? Which is a better exercise? Which of the applicants has got the job? Жұмысқа тапсырушылардың арасында қайсысы жұмысқа ілінді, қайсы таңдалды? Бұл жерде бірнеше адам тапсырды, олардың біреуін таңдаймыз, сол үшін which of the applicants деп айтамыз. How many деген сұраулы сөз, ол жалпы санды білгіміз келетін кезде қолданылады. Есте сақтайтын нәрсе өте маңызды, бұл жерде жазып алып есте сақтап алыңдар. How many дегенді біз санауға келетін зат есімдермен қолданамыз. Мысалы, how many people were there? Ол жерде қанша адам болды? People деген ол санауға келетін, many people. Ал мысалы, су ше, сүт, қант ше, екі қант, көп қант, көп қант деп айтамыз жерде. Екі қант, 12 қант деп айтамыз ба? Екі су, 6 су деп айтпаймыз. Сол себепті олардың барлығымен how much дегенді қолданамыз. Есте сақтайық, санауға келетін зат есімдер how many, санауға келмейтін зат есімдер how much. Ал енді біз кейде жиілікті білгіміз келуі мүмкін. Мысалы, қаншалықты жиі? How often деп сұраймыз. Мысалы, how often do you go swimming? Сен қаншалықты жиі жүзесің? How often do you go swimming? How often do you watch my lessons? Менің сабақтарымды қаншалықты жиі көресіңдер? Every day деп үміттенемін. Енді, достар, осы мысалдарды қарастырып көрдік. Мына формуланы үйрендік, қалай WH questionдарды құрастыратын. Енді осы білімді бекіту үшін астыдағы жаттығуларды бірге орындап көрейік.